Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ортақ тақырып қоршаған орта. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұл ненің суреті. Мақсаты күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Тілдік нормаларды сақтай отырып, әңгімеге қатысу, сұрақтарға жауап беру. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер. Тау, бұлт, күн, сурет, ненің, ағаш, қоршаған орта, қарашы, тау, гора, бұлт, туча, күн, солнце, сурет, рисунок, ненің, чего, чей, чья, ағаш, дерево, қоршаған орта, окружающая среда, қарашы, посмотри, тау. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтамыз. Бұлт, күн, сурет, ненің, ағаш, қоршаған орта, қарашы. Қазақ тілінде кім деген сұрақ адамдарға қатысты сөздерге ғана қолданылады. Мысалы, кім? Мұғалім. Кім? Анам. Кім? Дәрігер. Кім? Оқушы. Бұл тапсырмада не деген сұраққа жауап беретін суретті белгілейміз. Бұл не? Бұл күн. 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 Бұлт. Құс. Аю. Арыстан. Күшік. Гүл. Ағаш. Алма. Тау. Жарайсыңдар, балалар. Қайталаймыз. Бұл не? Күн. Бұлт. Құс. Тау. Ағаш. Жарайсыңдар, балалар. Кімнің, ненің, кого, чего. Кімнің, ненің, ның, нің, дың, дің, тың, тің. Дауысты дыбыстан соң м, н, ң дыбыстары жалғанады. Мысалы, соңғы дыбыс дауысты дыбыс алма, ның, шие, нің, з, ж, р, л, у, и, ю дыбыстарынан соң дың, дің жалғаулары жалғанады. Мысалы, тау, дің, гүл, дің, б, в, г, д дауыссыз дыбыстардан соң тың, тің жалғаулары жалғанады. Ит, тің, мысық, тің. Қайталаймыз. Кімнің,
неннің жалғаулары ның, нің, дың, дың, тың, тың. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Мынау гүлдің суреті. Әдемі. Бұл қоршаған ортаның суреті. Қайталаймыз. Саша сурет салады. Мынау бұлттың суреті. Мынау таудың суреті. Гүлдің суреті әдемі. Бұл қоршаған ортаның суреті. Ненің деген сұраққа жауап беретін сөздерді айтайық. Ненің? Бұлттың. Ненің? Таудың. Ненің? Гүлдің. Ненің? Ортаның. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Үлгі бойынша сөйлес. Үлгі образец. Қарашы, мынау гүлдің суреті. Қарашы, мынау бұлттың суреті. Қарашы, мынау арыстанның суреті. Қарашы, мынау әдемі таудың суреті. Қарашы, мынау үлкен аюдың суреті. Қарашы, мынау алма ағашының суреті. Қайталаймыз. Мынау бұлттың суреті. Мынау гүлдің суреті. Қарашы, мынау арыстанның суреті. Қарашы, мынау биік таудың суреті. Мынау алманың суреті. Басбармақ әдісі бойынша өздеріміздің көңіл күйлерімізді білдіреміз. Бүгін сабақты қалай түсіндік? Үйге тапсырма. 79-шы бет, өлеңді жатта. 3-ші тапсырма. Дәптерге жаз.